Ауырым мені түсінбеді деп өкпелеме, түсінбесе түсінсіз кетсін деді. Бірақ бірінші қадам сенсің. Құлатып, итеріп, құлатып жіберсе кешірім бірінші сұра. Кешірім Құдайдың уәдесі. Сонда ғана өсесіңдер. Ал қызыл кеңірдектің, өкпенің, кеуденің бөлек-бөлек емі бар, ол жеке ауырған кезде істеледі дейді. Ауылың аштыққа түсіп, жауын болмай жатса, тасаттық береді. Сол тасаттықта жауын жаумай қалса айтады, ей, біреуміз кешірмей тұрық деп айтады. Сондықтан тасаттық ауылдың берекесі кеткенде бүткіл ауыл жиналып беретін береке. Бәрі бір-бірінен кешірім сұрайтын береке. Осындай қазақ ғылымнан өтіп кеткен деді. Қазіргі сенің мына еврей халқын көрсетіп отқан оқуы, ол біздің тырнағын ұшымызға татымайды. Біз бұл ғылымнан өтіп кетіп, байлықтың ең құдіреті жер екен, аман жүрген ел екен. Сондықтан біз байлық қумай, жердің бетінде татулықта отырып, әйтпесе астымызда жатқан алтын күмісті біз көрген жоқ емеспіз, бәрін көрдік. Соны сақтай білдік, тимей білдік. Ал қазір соны сатып, арсыз кеткеннің тілеуін деп тұрсыңдар. Тықпа мұрын, халықтың берекесін ойла. Бұл кесел емес деді. Ал бұл кеселді қалай проба жасап тексергенін айтты. 78 деді ғой, 68 ма? Бұл бір вирусты қолдан жасаған. Жіберіп көрген. Қазақ, моңғол, қырғыз елдер бұған ұрынбапты. Содан кейін бұның себебі не деп зерттеген кезде қойдың құйрық майы екен. Тек қана құйрық май ғана малдың өкпеге барады екен. Сол майлан тұрса, қандай да болса кептірмейді екен өкпені. Сондықтан білген соң қойдың еті ауыр деп, қойдың етінен алшақтатып бастады. Қойдың етін жемеңдер, ауыр, ұйықтатқызбайды, бауырды сөйтеді дейді, түнімен солай болады, былай болады деп, алшақтатып алып 2009-да жіберген екен тағы. Сол кезде кәрілер құлаған, жастар құламай қойған. Оның себебін тағы зерттеген кезде құйрық маймен сылаймыз біз. Құйрық май 45 градуста кептірмей ұстайды екен. Соны білгеннен кейін құйрық май зиян деп, ғылыми түрде еврейлер баланы ыстық алады деп, құйрық маймен сатып қойса, сұйық май не бір Джонсонға аударып жіберіп, бала қазір әлсіз деді. Сондықтан осыны қайта қолға алып барып, массовый жіберді деді. Енді біз қазір қой сияқты топылаңдап жатырмыз. Сондықтан кішкентай ғана қойдың етімен құйрықты 3 сағат аз тұз салып, пісіріп, сорпасын іше беріңдер. Өкпелерің кеуіп қалған, май жоқ өкпелерінде. Ал тұмау деген сөз бұл жай аурудың басы деген сөз деді. Бұл жүріп жатқан жай аурудың басы, ішінде химиясы бар. Соның алу үшін, бұның өшіріп тастау үшін бұған тек қана құйрық май. Оны ішу керек. Сиырдың етін қазақ білмейді дейсің ба деді. Сиырда жел бар деді. Ауырып өршелендіріп жібереді. Сондықтан қазақ қойдың еті жылқының етіне ана ұстаған. Осыдан айырылып қалдыңдар. Бір бауыр бір бауырсыз кеттіңдер. Өкпе бір-бірлеріңе. Осының бәрі басылу үшін осыдан бастаңдар, ешқандай кесел жоқ деді. Үкімет төбеңнен төгіп атса да бұл кеселді алмайды. Егер сендер ағайынның тату, бір жерде болсаңдар, алмайтын ауру болды. Өшір.